Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез, жылдам жасалатын сәбізбен салат жасайтын боламыз. Бұл салатқа қажетті заттар барлықтарыңыздың ас үйлеріңізден табылады. Бар болғаны сәбіз, капуста және қияр болса болған. Алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Сәбізді толықтай теркадан өткізіп алған соң, капустамызды қалаған формамызда тураймыз. Мен мұнда 4 бөлшті қылып турап шықтым. Капустамызды турап болған соң, сәбіздің үстіне салып, оның үстіне 1 шай қасық корейский сольдан салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда сәбізіміз жұмсарып, кішкене суы шығып, әдемі болып шығады. Енді салатымызға тұз бұрышын салып, дайындасақ болады. Алдымен қиярымызды алып, майдалап турап аламыз. Сосын көк пиязымызды майдалап турап аламыз. Оның үстіне укробымызды турап саламыз. Укропты міндетті түрде салыңыздар, сонда салатыңыздың дәмі өте әдемі болып шығады. Оның үстіне сарымсақты да жақсылап майдалап тураймыз және үстіне саламыз. Сарымсақты салмай тұрып, салатымыздың ортасын сәл шұңғылдау қылып ашып аламыз. Ал енді сарымсағымызды осылай айналдыра отырып салып шығамыз және приправаларын саламыз. Мұнда сәбізге арналған приправа, сосын қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз дәміне қарай. Және кәдімгі тұздан жарты шай қасық, сосын 1 шай қасық қант саламыз. Оның үстіне 9% уксустан 1 шай қасық құямыз. Қызып тұрған күнбағыс майын приправалардың үстіне саламыз. Сонда қант, тұз барлығы еріп, приправамен жақсы араласып, дәмі керемет болып шығады. Азырақ вилкамен араластырған соң, жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Сонымен салатымыз дайын. Дастарханымызға салып қоя берсек болады. Ең бастысы, бұл салат қолжетімді, барлықтарыңыздың асханаларыңызда табылатын заттардан жасалады. Және өте тез, жылдам дайын болады. Небәрі 15-20 минут қана қажет бұл салаттың дайындалуына. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!